Барлығына сәлем, сіздермен Бану. Бүгін осындай өте дәмді асқабақпен манты жасайтын боламыз. Бұл мантының ерекшелігі ыстықтығын біраз уақытқа дейін сақтайды және шырынды болып келеді. Және түйілуін айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен етті тартқышқан өткізіп аламыз. Пиязымызбен асқабақты майдалап турап аламыз. Үстіне тұз, бұрыш және сұйық май құямыз. Сұйық май мантының шырынды болуына көмектеседі. Барлығын араластырып аламыз. Үйде жасап жүрген кез келген мантыға арналған қамырды тындырып алғаннан кейін оқтаумен осылай жайып, лағманға арналғандай сопақша етіп тураймыз. Әрқайсысын кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Қамырдың екі бетін ұнға жаға отырып басамыз. Формасы дөңгелек болуы керек. Шеті қалың болып қалмас үшін бір келкі оқтаумен жайып шығамыз әрқайсысын. Қатты жұқа да жаймаймыз. Қамырдың ішіне осылай молырақ қылып салмасын саламыз, ортасын белгілеп аламыз, шетін түйіп, жоғарыға қарай тартып отырып жабыстырамыз. Екінші жағының салмасын нығыздап ішіне саламыз. Екінші жағында жоғарыға қарай осылай түйеміз. Дайын болған мантыларды араларының арақашықтық сақтап қоямыз. Астына міндетті түрде сұйық май, өздеріңіз білесіздер, және үстіне сұйық майды жағып шығамыз. Мантыларымыз өте дәмді болып шығады. 45-50 минутта асты мүлдем жабыспайды. Мұндай қамырдың жұмсақ илесеңізде, қатты илесеңізде асты мүлдем мантоварканың астына жабыспайды. Бізге осындай өте дәмді және шырынды. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналымда бұдан да басқа бірнеше рецепттер бар.